Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге мерекелік дастарханға арналған осындай әдемі салат түрін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге лаваш керек болады. Лаваштың ортасынан дәл осылай бөліп, видеода көрсетілгендей етіп орап шығасыздар. Және де ұстайтын жеріне зубочистканы осылай дәл видеода көрсетілгендей етіп жоғарғы жағына тығып қоясыздар. Міндетті түрде піскеннен кейін алуды ұмытпаңыздар. Осылай әдемі болып шығады формамыз. Біздің дайындаған формаларымыз осындай әдемі болып шығады. Оның сыртына майонезді жағып шығамыз және де күнжітке немесе макқа орнатып шықсаңыздар болады. Қай түрін қолдансаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Осылай барлығын жағып күнжітімізге орнатып аламыз. Мен бұл жерде біраздан кейін қара күнжітті де қостым, өте әдемі шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Пешті 180 градусқа қыздырып, осылай 5-10 минут қана пісіріп шығасыздар. Және де ішіне кез келген салат түрін салсаңыздар болады. Мен бұл жерде жаңа жылдық атмосфера үшін әсемдеп шықтым. Оливье салатын салып, ішіне осылай укроппен сәндеп шықтым. Өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз.